Қайырлы кеш, құрметті достар. Бүгіннен бастап каналымызда үлгілі ұстаз Айдарын подкаст ретінде жазатын боламыз. Айдарымыз арқылы біз ұрпақтар сабақтастығын жалғаған болып, болашақ ұстаз болатын студенттерге қазіргі ұстаздардан месседж жолдаймыз. Дәл бүгін бізде қонақта Алмазхан мырза. Алмазхан мырза, бүгінгі студиямызға қош келіпсіз. Рахмет. Өзіңіз туралы толық таныстырып өтсеңіз. Рахмет Асхат мырза, шақырғаныңызға. Қайырлы кеш достар, құрметті болашақ мұғалімдер, құрметті біздің Айдарымыздың тыңдармандары. Менің есімім Алмазхан Бахытжанұлы. Мен Тараз қаласының тумасымын. Таразда оқып, сол жақта бастауыш мектеп бітіріп, одан колледж бітіріп, кейін Астана қаласына оқуға түсіп, қазір Астана Нұр-Сұлтан қаласында ағылшын тілінде сабақ беремін. Енді алғашқы сұрағымызды сізге қойып бастасақ, бүгін біздің студиямызда сұхбатымыздың беташарын, шымылдығын сіз ашып отырсыз, сол себепті қадамыңыз құтты болсын деп айтқымыз келеді. Сонымен Алмазхан мырза, сізге мұғалім болуға не себеп болды? Мәселенің шынын айту керек, мен кішкентай кезімде мұғалім болу деген үш ұйықтасам түсіме кірмеген едім. Расында. Тіпті мектеп кезінде де менің армандарым мұғалім емес, скорее всего, космонавт, хирург. Қарапайым орталама баланың ақылына келетін армандар еді. Бірақ кейін колледжде, мен 9-шы класстан кейін колледжге түстім. Сол жақта біздің мұғалімдеріміз маған мұғалімдік деген жұмыстың басқа салаларын көрсетті деп айтсам болады. Себебі енді ашында болса шындық, өкінішке орай кейбір еліміздегі кейбір орта мектептер ол жақта әр сыныптың балалар білетін шығар, естеріне түсіретін болса, әр сыныптың өзінің бетке ұстар 5-6 қызыл белгі, алтын белгіге бара жатқан үздік оқушылар болады. Әр сыныпта әр мұғалім любимчиктер дейді ғой. Олар көбінесе не істейді? Олар көбінесе алғашқы парталарда отырады да. Олардан басқа ешкімді көрмейді ғой. Дәл солай. Барлығы емес, қайтадан айтамын, қыздар балалар барлығы емес. Кейбір мұғалімдер болады анда-санда. Сол кісілер жаңағыдай көп жағдайда алдағы сол 5-6 баламен ғана жұмыс істейді, көп жағдайда. Дұрыс айтасыз. Себебі ол 5-6 бала сол класстың рейтингін, мектептің рейтингін, нәтижесінде мұғалімді рейтингін көрсететін жаңағыдай бетке ұстар қыздар мен жігіттер. Бұл жаман еш нәрсе жоқ. Бұл жағында бір жағынан дәл қазір менің ойыма мына нәрсе келіп отыр, Алмазхан мырза. Бұл мұғалімдер кейбір кезде зона комфортаға кіріп, сол 5-6 баламен жұмыс істеу оңай болғаннан кейін солармен жұмыс істеу кете беретін секілді. Сонда бізде үштіктер, екіліктер ең соңында өздерімен өздері қалып кетеді. Бұл пікірде енді толықтай дұрыс деп санамаймын, бірақ сонда осы сіздің айтқан сөзіңізде осындай пікір қалыптасып жатыр. Нәтижесінде бағанағыдай шынымен де 5-6 бала ғана жұмыс істеп, қалған 25 баланың қалған 20-сы, 15-20-сы олар артта қалып кетеді көбінесе. Бұған бірінші себеп. Ең бірінші себеп, әрине әр бала бірдей емес. Оны алдағы уақытта ашып жатамын, не үшін бірдей емес екендігін. Ең біріншісі, баланың қабілеті шынымен әлсіздеу болуы мүмкін. Мәселен, қарапайым математика сабағына алатын болсақ, шынымен де мен өзім бірінші шығаратындардың мен есеппін математикаға. Ал сабақ уақыт қысқа, нәтижесінде мұғалімді тез өткісі келеді, және де оқушыны бәлкім түсінуге болатын шығар. Олар тез жаңағы алғашқы бетке ұстарларымыздың есептерін шығарғанын күтіп, олар шығарып болғаннан кейін басқаларын күтпесін келесі сабаққа өтіп кететін кездер болған еді өкінішке орай. Нәтижесінде баяу шығаратын, көп ойланып баптап шығаратын балаларымыз олар қалып кетеді. Не ана есептің бабына бармай, не жаңа тақырыпты үлгере алмайды. Нәтижесінде 11 жыл бұрын солай қайталанған себебі нәтижесі не болады? Соңында бала тіптен қалып қалады ол сабақтан. Дұрыс айтасыз. Өкінішке орай сондай еді бізде мектепте. Кейіннен колледжге түскенімізде колледждегі мұғалімдеріміз баланың баға алғанына қарағанда баланың білім алғанын
алғашқы шепке қоятын деп айтсам приоритет ретінде қабылдайтын да. Ол кезде мұғалімдер сенің есеп дұрыс шығарғаныңа емес, сен есеп дұрыс шығаруға тырысқаның үшін, ниетің, ықыласың үшін баға қоятын. Осындай сәттер бар. Яғни ол нәрсені мұғалім бағалап сізді көтермелеп отырды, иә? Дәл солай. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, не үшін мен колледжге мұғалімдер көзқарасын өзгертті дегенім, олар сабақтан тыс уақыттарда бізбен бірге болады. Сабақтан тыс уақытта. Тіптен 24 сағаттың 15 сағатында бізбен бірге болады. Яғни мұғалім 15 сағатын оқушыға бөліп жатыр. Иә, бұл кемінде. Біз ол кезде жатақханада тұрдық, мұғалімдер кейде өздерінің жұмыс міндетіне кірмесе де, олар бізбен бірге рұқсат сұрап қалатын. Жатақханада мұғалімдер бөлмесінде қалатын да, кешкісін отырып бірге фильм көріп, бірге тамақ жеп деген секілді. Яғни біздің тек қана білім жағынан емес, сонымен қоса тұлғалық, адами, қазір бүкіл көптеген психологтар айтып отыр ғой. Өз-өздерін дамыту, soft skills дейді ғой, soft skills, коммуникабельность, self-development деген нәрселер. Сол нәрсені бізге көрсетеді. Қарапайым мысал болып көрсетеді бізге. Ортасында жаңағыдай тамағын дайындап, майда-шүйде тәтті-пәттісін алып, фильм көргеннің өзінде бізден бірге көңілімізді аулағанның өзінде бізге ол мұғалім бір тек қана баға қойып ұрсатын немесе сенің сынайтын адам ретінде емес, сонымен қоса ол керемет жақсы дос бола білді. Осы жерде жаңағыдай Жүсіп Баласағұн сөзін айтқым келеді. Ұстаз деген ол баланың, шәкірттің қатал сыншысы емес, оның ақылды досы. Шамамен осындай. Қате болса түзеңіздер. Ақыл беруші, кеңес беруші досы деген мағынада бір сөзі бар. Менің ойымша сол кездегі ұстаздарымыз осы Жүсіп Баласағұн атамыздың бізге қалдырған сөзін шынайы түрде түсіне білген секілді. Егер де рұқсат болса, бағанағы айтып едім ғой, балалар не үшін бөлінеді дегенге тоқталып кетсек деген. Шамамен бір-екі идея айтыстайын осы жерде, келесі сұрақ көшпестен бұрын. Жақсы. Алдыңғы жылы мен ақш қаласында, ақш мемлекетіне барып келдім, ақшқа барып келдім мен. 3 айлық программамен. Сол кезде менің жұмыс істеу бағытым ол educational consultant, образовательный консультант болды. Білім консультанты ма? Кеңесшісі. Білім кеңесшісі ретінде қызмет атқардым. Сондағы менің бірден бір байқаған нәрсем, бұны қатты әсер еткен соншалық, мен тура сол кезде өзімнің осындағы мұғалімдеріме айтқан едім, жазып жіберген едім, осындай идея бар екен деп. Бұл қандай идея? ақш-та көптеген балалар өздерінің ақпарат қабылдау жолдарын таба білген. Мәселен, психологиялық зерттеулердің негізінде анықталған екен, біреулер аудиал болады екен. Осындай подкасты, аудиолар, әртүрлі лекциялар тыңдап білім алады. Одан кейін визуалдар болады екен. Көріп, олар суреттерді көреді, графиктерді көреді, әртүрлі плакаттар, видеолар көріп түсінеді жақсы. Тағы біреу мысалға өзі практика жүзінде ғана түсінеді. Ал біреу кітаптан оқып түсінеді. Бәлкім тамақ жеу болатын шығар, өйткені бәріміз білетін Кунг-фу панда фильмінде Кунг-фу панданы не істейді ғой, тамақ жеп үйретеді ғой, тамақ беріп. Бәлкім ол да болуы мүмкін. И бұл нәрсенің жаңағыдай екінші жағы мұғалім де біледі, қай баланың қандай екенін. Нәтижесінде әр балаға жаңағыдай білім үйрете білу кілтін береді. Әрбір бала қабілеті бар. Қабілетсіз бала жоқ деп ойлаймын. Тек қана оның кілтін таба білу керек. Енді айтып жатады, Құдай бәрін жаратқан кезде бірдей қылып жаратқан. Өз қарасы. Енді бұл жерде біз жаңағыдай кейбір психологиялық ақаулар бар, денсаулық ақаулар бар адамдар айтқан жоқпыз. Бұл қарапайым, орташа есеппен алғандағы қарапайым мектепке баратын, Құдайға шүкір, 12 мүшесі сау. Есіп түзу балаларды айтып тұрмыз. Рахмет, Алмазхан мырза. Келесі сұрағымызға көшсек, келесі сұрағымыз ұстаз деген, біздің жаңа терминімізде ұстаз деген термин сөз бар, және де мұғалім деген сөз бар. Осы екі сөздің бір-бірінен қандай айырмашылығы бар? Немесе жалпы
ұқсастықтары не айырмашылығы, екеуі бір сөз бе, қандай мағынаны білдіреді жалпы сіздің ойыңызша? Бұл сұрақтың нақты жауабын білмейді екенмін, шыны керек. Бірақ бұл менің тұңғыш естіп тұрған кезім емес. Бүгінге дейін қойған бұл сұрақтарды мен бәлкім өзімде қойған шығармын, ұстаз деген кім, мұғалім деген кім. Өзім қазір филология саласында жұмыс істегеннен кейін маған басқа тілдерді үйрену қызық. Өзімнің тізімім бар, белгілі бір, мысалы 2025-ке дейін белгілі бір тілдерді үйренемін деген мақсатым бар. И солардың бірі осы 2020 жылы араб тілін үйреніп бастадық, меңгеріп бастадық. Сол жақта қазір өтіп жатырмыз. И соңғы өткен жаңа сөздердің бірі ол мұғалим және ұстаз деген сөздер болды. Араб тілінде мұдаррис, мұғалим және ұстаз деп бөлінеді. Бірақ мағына жағынан үшеуі бірдей. Енді бұл жерде менің ойымша бұл екі сөзде бізге сол араб тілінен кірме сөздер ғой кірген. Мен солай ойлаймын. Түрік тіліне жаңағыдай сөз, тәлім сөз. Қараңыз, бұнымен қоса мысалы мен бүгінге дейін түрік тілінде үйренген едім мектеп кезінде. Түрік пен қазақ тілінде ортақ сөздер, мысалы китап, мектеп, деген қалам деген сықылды сөздер ол араб тілінен келді. Оларда да сондай, бәлкім ұқсастығы да шығар. Айтқым деген нәрсе, араб тілінде ол үшеуі мағынасы бір. Тек қана айырмашылығы сөздің түбірінен шығады. Мәселен, мұдаррис сөзін алатын болсақ, оның түбірі дәріс беруші мұдаррис болады. Мұғалимді алатын болсақ, бұл түбірі алим, ғылым деген, ғылым иесі, ғылым беруші. Мұғалим деген ғылым беруші, ілім беруші кісі. Бәлкім сөздік мағынасы барлығында бірдей, тілдік мағыналары әртүрлі. Тілдік мағынасы әртүрлі. Жақсы. Келесі сұрағымыз, ұстаз сіздің ойыңызша қандай болу керек? Ұстаз қазіргі заманның ұстазы деп айтайықшы. Қазіргі заманның ұстазы дейсіз ба? Ең бірінші мәселе, бағана бірінші сұраққа жауап берген кезде болған едім, кішкентай басқа халыққа қалдырып кеткен балалар естерінде болса, әр баланың кілтін таба білу, әр адамның кілтін таба білу. Жоқ, әр баланың емес, әр адамның деп айтқан дұрыс болады менің ойымша, потому что ұстаз, мұғалім тек қана баламен емес, сонымен қоса ата-анамен де жұмыс істейді ғой. Ол да бар. Егер де ұстаз бағанағы бала аудиал жақсы түсіне ма, білмеймін, бәлкім бір баланы ойнап түсіндіретін шығар. Ондай мұғалімдерді көрдік, ойнап жүріп түсіндіреді. Әр баланың өзінің кілтін таба білген, өзінің тілін таба білген, нәтижесінде оның 25 баласы болса, 25-те күшті үздік қылып шығады. Себебі мұғалім 25-іне 25 түрлі тактика қолданды. Және ата-аналарына тура солай. Ата-аналардың мысалы бір ата-ана көбінесе қызба мінезді болып келеді. Онда көп кездестіреді. Мысалы, менің балам неғып оқымайды деген кезде, ол ата-анаға сразу сабыр сақтау керек. Ешқандай ата-ана өзінің баласын жаман бағасы келмейді, немесе жаман болғанын қаламайды. Ол кезде мұғалім түсіну керек, что қазір ол айқайлағаннан, мұғалім ата-анаға сондай реакция қайтарғаннан ешқандай жақсылық шықпайды. Қазірдің өзінде жақсы бір мынандай бір слоган деп айтамыз ба, қалай айтамыз, тақырып дейміз ба, мұғалім қоғам көшбасшысы деген бір жақсы бір сөз айтылып келе жатыр. Яғни мұғалім ол қоғамның барлық салаларында жұмыс істейтін жеке тұлғалармен ұшырасады, яғни байланысқа түседі. Қалай деген? Психолог ғой. Және осы салада құрметті болашақ мұғалімдер, мен де өзім жастар ретінде сезінемін. Мен де сіздердің қатарларыңызда сезінемін, өзімді болашақта бірге қызмет атқаратын ретінде. Бірге әлем төңірек деп айтпасақ та, біраз жұмыстар жүргізетініне сенемін. Марғұлан Сейсенбай ағамыздың айтуы бойынша, біз таңдау керекпіз сондай адамды, который, егер ол адам кеңес айту арқылы өзінің өмірін жаңағыдай қауіп кеткісік деп дұрыс болмайды. Скорее всего, өзінің өмірімен жауап беретіндей кеңес беріп тұрса. Жауап беріп тұрса, что андай отвечаю дейді ғой. Он отвечает за свои слова деген орыс. Жауап бере алатындай. Әрбір айтқан сөзіне жауап бере алатындай кеңесшіні тыңда дейді да Алмазхан мырза. Біз ұстаздар оқушылардың кеңесшісіміз. И менің ойымша біз оларға өзімізге кеңес бергендей кеңес беру керекпіз. Біз олардың болашағын құрып отырмыз ғой. Оқушы пластилин сияқты. Оларға не үйретеміз, олар соны түсінеді, олар соны қабылдайды.
оларда енді әр бала әртүрлі, дегенмен орташа есеппен алғанда кішкентай балалардың көбісінде өзіндік призмасы, өзіндік фильтрі болмайды, әлсіз болады. Сол үшін менің ойымша оларға кеңес бергенде, болашақта бір жол бағдар көрсеткенде біз тура өзімізді жетілдіріп жатқандай қатынас жасау керекпіз. Сондай мұқияттылықпен көзіміздің қарашығындай оларға қатынас жасау керекпіз менің ойымша. Нәтижесінде менің ойымша сапалы кеңес берген боламыз. Жақсы, рахмет. Соңғы сұрағымыз, сіз ұстанатын қағида, яғни принцип деп айтып жатамыз ғой. Білім беру саласында жұмыс істеп жүрсіз. Қаншама оқушылар сіздің алдыңыздан өтеді. Сол себепті қандай қағида ұстанасыз осы білім беру барысында, осы мұғалім қандай қағидасы болу керек? Жалпы сіздің қағидаңыз қандай? Бұны қағида деп айтайын ба, бәлкім қағида дейін ба, дұрыс бола ма, дұрыс емес бола ма? Бірақ скорее бұл менің үнемі есімде жүретін нәрсе деп айтайын. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деген. Бұны мен қалай түсінемін? Айтады ғой, үлкен кісілер айтады ғой, егер де біреуге сен қандай да бір білімді білемін деп айтыласын, когда сен оны басқа біреуге түсіндіре білгенде дейді ғой. Мәселен, мен ағылшын тілі мұғалімдерде айтайын. Мен егер де мәселен осы шақ, present simple'ды біреуге түсіндіре алсам, демек мен сол present simple'ды меңгере алдым деп айтыламын. Егер мен түсіндіре алатын халге жетпесем, демек әлі ол тақырып мен өзім түсінген жоқпын деп айтамын. Яғни бағанағы айтқан мәселе, ұстаз еткен жалықпас, үйретуден балаға дегенде, мен өз басым үнемі бір жаңа білім жолында жүргім келеді. Жаңа бір нәрсе үйреніп, күнде бір нәрсемен айналысып, жаңа нәрсе үйренгенді қалайсыз? Нәтижесінде мен жаңа бір нәрсе үйренетін болсам, кейін оны балаларға түсіндіруге тырысамын. Егер мен қолымнан сол жаңа білімді балаларға түсіндіру келсе, демек мен соны түсіне білдім деген. Бұл менің өзіме өте қуаныш әкелетін нәрсе. Яғни бұл жерде бір бітпейтін круговорот болады. Мен білім аламын, балаларға беремін, балаларға білім беру арқылы өзім де білім аламын. Сонымен достар, бүгінгі сұхбатымызды аяқтаймыз. Алмазхан мырза, сізге бүгінгі сұхбатқа келіп, ой пікіріңізбен бөліскеніңізге үлкен алғыс білдіреміз. Достар, келесі шығарылымдарда жүздескенше сау саламатта болыңыздар.